Саламатсыздар ма, құрметті YouTube желісін қолданатын оқырмандар. Бүгін мен Диана сіздермен пайдалы кеңес жайында бөлісетін боламын. Ол үшін біз өзімізге керекті сайтты ашып аламыз. Енді бүгінгі сіздерге айтатын мәлімет, мынау Padlet тақтасына кіру арқылы оқушылардан кері байланыс алу, және де келмей қалған оқушылар немесе өзіңіздің қосымша сабақ үйретіп жүрген оқушыңыз болса, сонымен кері байланыс арқылы немесе тапсырмалар беру арқылы дайындауыңызға болады. Ол үшін Padlet тақтасына кіріп аламыз. Бізге бірнеше терезе ашылып тұрады. Осы терезенің біреуін таңдап аламыз. Бұл терезені мен алдын пайдаланғандықтан менің сабағыма алдыңғы тақырыптар бойынша кері байланыс берілген. Бұл кері байланысты қалай беру керек, мен сіздерге сол жайында түсіндіріп кететін боламын. Ол үшін бұрышта көрсетілген сілтемені басамыз. Бұл сілтемені ашқаннан соң бізге бірнеше мына жерде өзімізге қажетті сілтемелер көрсетіледі. Соның ішінде бөлісу сілтемесін таңдап алып, өзімізге QR код ашып аламыз. QR кодты бастап, бізге міне осындай QR код ашылады. Бұл QR кодты міндетті түрде біз сақтап алуымыз қажет. Өзіңізге ыңғайлы жерге сақтап алсаңыз болады. Сақтап аламыз. Рабочий столға кері байланыс деп сақтай қояйын. Сақтап аламыз. Сақтап алған жұмысымызды ашып, оны біз көріп алсақ, кеңесі ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер міндетті түрде. Және де қандай сұрақтар қызықтырады, сол бойынша бөлісетін боламын.